Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана, жас оқырман, 8-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде Н, Ң, Ю әріптерінің кіші әрпі. Жолдың жоғарғы сызығынан бастаймыз. Дүзу сызық төмен қарай. Енді ортан беліне дейін қайтамыз. Имек жоғары көтердім. Қиғаш сызықтың бойымен түзу түсіп, қайырамын. Н әрпі. Қане, жақынырақ көрсетейін. Екі торғыз тастап, жоғарыдан қолымызды үзбей жазамыз. Түзу сызық. Ортан беліне дейін кері қайтамын. Имек жоғары көтердім. Түзу сызық. Қайырамын. Н. 1, 2, 3, 4. Енді ың әрпі дәл солай екі торғыз тастап, жоғарыдан түзу сызық, имек, төмен түсемін. Мұнда құйыршығын ұмытпаймыз. Қазақ тілінің ерекше әріптерінің бірі. Ң. Ң әрпінің бас әрпі болмайды. Жоғарыдан 1, 2, 3, 4. Ю әрпін жазамыз. Дәл жаңағы тәсілмен жоғарыдан түзу сызық, имек, енді О әрпін жазғандай етіп домалақтаймыз. Екі торғыз тастадым. Түзу сызық, қолымызды үзбей жазамыз. Имек, кері қайттым. Домалақ. Ю.